Баршаңызға қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін сіздерге тауықтың төс етінен пеште дайындалатын ерекше тағамды көрсеткім келіп тұр. Қорытуы да өте жеңіл болады және дәмі өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да аса қиын емес, сондықтан да жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен, пайдалы лайфхактармен бөлісетін боламын. Алдымен табамызға майды құямыз және де тауықтың төс етін турап аламыз. Сосын оны салып, жайғастырып, үстіне қара бұрыш пен тұзды себеміз. Қызанақты да алдын ала турап, сосын үстіне салып, тауықтың етінің үстінен укроп саламыз. Туралған пиязды, болгарскийді, яғни болгар бұрышын салып, картопты да ұсақтап осылай турап, видеодағыдай үстіне салып жайғастырып шығамыз. Сосын кетчупты сеуіп аламыз да, сырымызды бетіне көтіп, осылай қарғышпен өткізіп аламыз. Картоптың үстіне де кішкене тұз салып жіберсеңіздер болады, аз болады десеңіздер. Сонымен пеште жарты сағатта пісіріп аламыз. Астына қыздырып, тағы 15 минут қойып пісіріп аласыздар. Дайын болады, өте керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Жасап жатсаңыздар аз болсын, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.